Барлықтарыңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қонақ келгенде дастарханның көркін ашатын, бірден желініп кететін, ең тойымды, дәмді салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажет копченый тауықтың сан еті немесе осындай рулядасын пайдалансаңыздар болады. Жақсылап, жұқалап, жіңішкелеп турайсыздар. Сол кезде салатымыз өте дәмді болып шығады. Және де бізге қияр қажет болады. Оны да жіңішкелеп турап, және де соломка етіп ұсақтап тураймыз. Міндетті түрде барлығын жұқалап, ұсақтап тураңыздар. Кейін осылардың үстінен бір банка кукуруза қосамыз. Жақсы, сапалы кукуруз пайдаланыңыздар. Және де жұмыртқаны суытып барып, оны да соломка етіп тураймыз. Кейін оны ыдысымызға саламыз. Одан кейін жаңғағымызды ұсақтап тураймыз. Өте қатты ұсақ қылдырып жасамаймыз. Барлығын турап салатымызға қосатын боламыз. Ендігі кезекте татымына қарай аздап тұз себеміз. Және де майонез қолданатын боламыз. 3-4 ас қасық майонез қолданамыз. Майонезімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап езіп алмай, асықпай астынан үстіне қарай толықтай араластырып шығамыз. Одан кейін әсемдік ретіне бетіне картошка пайды қолданатын боламыз. Мен дайын түрін қолдандым. Міндетті түрде жасап көріңіздер.